біраз адамдар айтады, қазақта философия болмаған. Қазақта философия болуы мүмкін емес. Олар бір нәрсені шатастырады. Сонда қазақта даналық болмаған дегенді мойындағысы келмейді. Баяғы қазаққа түсінік тым тұрпайы қалыптасқан. Қазаққа баяғы жақсылықты біз әкелдік, анау революциядан кейін келді, қазаққа білімді орыстар әкелді, қазақ бұрын сауатсыз болған деген сөздерді айта береді. Сонда бұл кісілер... Осы түсінікті бұзу қаншалықты қиын аға? Осы түсінікті бұзу үшін бұзбайтын да өзіміздің қазақтың оқығандары. Осыны бұзғызбай отырған қазақтың оқығандары. Көрдіңіз бе? Сонда біздің қазіргі кездегі қоғамдық санадағы тайталас сол толастамай тұр. Енді былайша айтқанда тәуелсіздік келді, социализм кетті, марксизм кетті, ленинизм кетті. Енді кезде тәуелсіздік жаңаша ойлану керек, өзіміздің даналықтарымызды зерттеуіміз керек деген мәселе бар ғой. Бірақ соның өзінде осыған тұтқыр желіндей жабысып қалған бұрынғы ескі қағида жоқ. Біз орыс болмаса біз халық болмаушы едік. Біз немістің философиясы болмаса бізде философия болмаушы еді. Бізде Аристотель, Платондар болмаса бізде болмаушы еді дейді. Сонда біз айтамыз, Әл-Фарабиді қайда қоямыз десек, Әл-Фарабидер сол грек философтарын, ұмытылған грек философтарын аршып алып Европаға ұсынған адамдар ғой. Сондықтан осы мәселеде әңгімелер көп.